имам айтады, қашанда тілінде пенде бір бос уақыт тапса болды, тілінде ла илаха иллалла деген зікір жүрсінші дейді. Енді бұл патология. Бүкіл зікірдің жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ең абзал зікір, Алланың құзырындағы ең құрметті сөз бұл қай сөз? Ла илаха иллалла деген сөз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі келеді, имам Дайламиде келген, былай деп айтады, кімде кім шын жүрегімен ла илаха иллалла деп айтса дейді, онда ол сөз Алланың құзырына көтеріледі дейді. Сөз көтеріледі дейді, ла илаха иллалла. Сөйтіп ол тітіркенеді дейді. Сонда Алла тағала жаңа әлгі сөзге айтады екен, не себепті сен тебіреніп тұрсың деп айтады дейді. Не себепті сен тітіркеніп тұрсың? Ла илаха иллалла деген сөзге айтып жатыр Алла тағала. Сонда жаңағы сөз айтады дейді, Раббым, қалайша тынышталам мен дейді, мені айтқан пендеңді әлі кешірген жоқсың деп айтады дейді. Ойба, не деген хадис мынау? Сонда Алла тағала, сені айтқан бойда мен кешіріп қойғанмын деп айтады дейді Алла тағала. Көрдіңіздер ма? Кімде-кім шын жүрегімен бір рет ла илаха иллалла деп айтса, онда ол сол кешірілген құлдардың қатарына кіріп кетеді екен. Бұл енді ла илаха иллаллаға жететін сөз жоқ. Оған арналып қаншама хадистер бар. Қиямет күні пенде Алланың алдына келген кезде оның амал дәптерінің барлығын 99 парақ қылып әкеледі дейді. Жаман жақтарында да, жаман нелерін бәрін. Сонда ана пенде бітті дейді, уже жағдайы кетті, қабағы